Кейде бәрі жалған сияқты бір сәтке айналаңа қара бәрі сол қалпы, үстел, есік, адамдар. Бірақ ішіңде бір сұрақ кетпейді. Мынау рас па? Мен шын өмірде жүрмін бе? Кей адамдар мұны жай ой деп ойлайды. Бірақ ол ой емес, бұл дереализация. Бұл кезде адам өзін өмірден тыс сезінеді. Бәрі шынайы емес сияқты. Айнала тұманданып кеткендей. Дыбыстар алыстан естілгендей. Біреу сенің көзіңмен қарап тұрғандай, ал сен тек бақылайсың, бірақ өмір сүрмейсің. Мысалы, бір қыз айтыпты. Сабақта отырмын. Мұғалім сөйлеп тұр. Бірақ менің ойым, мен қазір түс көріп тұрған жоқпын ба? Мен басымды ұстап көрдім. Бірақ тіпті өз қолымның шынайылығына сенбедім. Немесе бір жігіт айтқан, қалада кетіп бара жатырмын. Бәрі қатты шулы, бірақ мен үшін бәрі үнсіз. Адамдар қозғалуда. Бірақ мен қатып қалған сияқтымын. Бұл ақыл, есі ауысқандық емес. Бұл мидың өзін қорғау механизмі. Жүйкең күйгенде, ми сені шындықтан сәл ажыратып, сенімді аймаққа жібереді. Бірақ ол аймақта қалу қорқынышты. Сен өз өміріңнен алыстап кеткендей боласың. Бұл күй бірнеше минутқа ғана созылуы мүмкін. Бірақ кейбіреулер үшін күндерге, апталарға созылады. Дереализация шынайы нәрсе. Ол жай қиял емес. Ол түсінуге тиіс. Ол сауығуға тиіс. Ол сен сияқты мыңдаған адамның үнсіз күресі.